Баршаңызға да қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай шоколадты жент жасайтын боламыз. Өте дәмді және тез алатын женттердің бірі. Алдымен біз осыны талқанымызды алып, үстіне ерітілген сары майымызды салып, және де сгущенкамызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Олай барлығын араластырып алғаннан кейін, міне бізде осындай масса шығады. Осындай жабыспалы, өте жақсы масса шығады. Енді осындай арнайы формуларға салып шығатын боламын. Сіз қаласаңыз осындай формамен салсаңыздар болады. Форма жоқ болса, қолыңызбен дөңгелетіп, солай да жасауға да болады. Өзіңіздің қалауыңызша формасын шығарсаңыздар болады. Енді осылай барлығын салып шықтым формаға толықтай. Енді осыны мұздатқышқа жарты сағатқа салып алатын боламыз. Мына жарты сағат деп тұрды, мұздатқыштан алдым. Мына осылай жентіміз дайын болды. Өз формасын ұстайтын өте әдемі женттеріміз дайын болды. Ендігі осының ертілген шоколадымызды осы формамызға көп толтырмай осы құйып шығатын боламыз. Жан-жағына шығып кетпейтіндей қылып, және де осы женттерімізді үстінен салып шығатын боламыз. Барлығын өзінің орнына қайтып салып шығамыз формасын. Енді осының барын салып шыққаннан кейін мұздатқышқа 10 минутқа қойып алатын боламыз. Мына біздің 10 минуттай тұрды. Енді біз осыны формасынан барлығын алып шығатын боламыз. Мына біз осындай әдемі женттеріміз дайын болды. Өте тез және де өте әдемі болып шықты. Осылай барлығын формамыздан алып, тағы да үстінен әртүрлі шоколадтармен болсын әрлеп әдемілесеңіздер болады. Қалаңызша осылай қалдырсаңыздар болады. Өте дәмді, ауызда еритін женттердің бірі. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Сіздермен болған Рима.